Нағыз ұбт-да келетін сұрақтардың бірі. Алдымызда 1917 жылы Қоқан автономиясының жариялануы большевиктер тарапынан қалай бағаланды? Жалпы 1917 жылы осы қазан-қараша айларында бізге белгілі Түркістан өлкесінің басты мұсылмандар фракциясының өкілдері, басты зиялы қауым өкілдері бірігіп Түркістан автономиясын, немесе Қоқан автономиясын құрмақшы болатын Қоқан қаласында. Олардың бірігуі негізінен исламға негізделген болғандықтан көптеген адамдарды қамту қаупі болды. Бұған жол бермеу керек болды кімнің тарапынан? Ленинға бұл ұнамады. Сол себепті де бұл іс-әрекетті жарамсыз деп қабылдап, әскер жіберіп Қоқан автономиясын басып жаншып жауып тастаған болатын. Сол себепті жауабы мында жарамсыз деп есептеді. Өздеріңізге белгілеп жазып алсаңыздар болады. Дәл осындай талдауларды көбірек көргің келсе, менің парақшама жазыл және де лайк басып кетуді ұмытпа.